Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, және де барлықтарыңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Ал енді сіздерде осы келе жатқан 2021 жылы не кисем болады, немесе осы жылы не сәнге енеді деген сұрақтар туындаса, онда мен оларға осы видеода жауап беруге дайынмын. Сонымен, негізінде осы жылдары, яғни коронавирус әсерінен көбінесе slow fashion сәнге еніп отыр, яғни сән индустриясында сәнді трендтер өте ақырын жылжуда, яғни бұрын 2-3 жыл бұрын сәнде болған заттар, киімдер осы жылы да 20-21 жылдарда әлі өзекті болуын жалғастырады. Бұл феномен 2021 жылға да қатысты, және де осындағы сәнге еніп отырған трендтердің көпшілігін біз 2018 жылы немесе 20 жылдары көріп отырғанбыз. Сонымен, ендеше бірінші тренд ол қолғап. Әсіресе бұл ұзын қолғаптар, яғни ол негізінде тек қана сәнді ғана емес, қауіпсіз де. Орысша айтқанда, не только модно, но и безопасно. Ол осы пандемия кезінде өте өзекті деп санаймын. Бұл тек қана әйелдер гардеробында ғана емес, ер адамдарға да, ер адамдардың сәніне де еніп отыр. Екіншісі ол сары түсті, және де camel немесе ашық қоңыр түсті киім-кешектер, яғни аутфиттар. Горчичный водолазка мен нейтралды түстердегі пальто немесе күртешелер суық күзде келеді. Келесі ол оверсайз. Оверсайз негізінде модадан ешқашан шыққан жоқ деп санаймын, себебі ол өте ыңғайлы, әрі сәнді көрінеді. Осы 2021 жылы да оверсайз киімдер сәнде қалып отыр. Оларға оверсайз тренчтер жатады. Ең негізгі гардеробтың мүшесі тренч модадан ешқашан шықпайтын сияқты. Тренчтің қазіргі кезде көптеген түрлері бар. Белбеулері бар, қызықты әртүрлі кескіндері бар және тағы басқа. Тек өзіне ұнайтын және келетінін тапсаң болды. Тағы да біреуі ол оверсайз бойфренд блейзерлер немесе пиджактар. Иық төсемшелері, яғни подушечкаларының арқасында 80-ші жылдардың стиліндегі бойфренд блейзерлер белді көтеріп, аяқты ұзартып көрсетеді. Бесіншісі ол сары түсті сөмкелер. Жаңағы айтып өткендегідей, сары түс 2021 жылдың фаворитына айналып отыр. Сары түсті сөмкелер кез келген басқа ашық түсті немесе монохромды нюдовый түсті киімдермен де жарасымды үйлеседі. 6-шы тренд ол көк аксессуарлар. Яғни көк түсте жаңағы сары түс сияқты 21 жылдың сәнді түсіне айналып отыр. Көк түс монохромды қара, сұр, ақ аутфиттермен керемет қосымша болады. Жарқын көк түс образда басқа терең реңктермен ерекшеленіп тұрады. 7-шісі ол кардиган. Ретро кардигандар қайта модаға оралуда. Бұл да функционалды әрі көпшілік образдарды жайлы етіп көрсететін зат. Көбінесе кардигандар осы жылы ерлер арасында сәнге енуде. Келесі тренд ол ақ ұзын етік. 2 жылдай сән фавориті болып отырған ақ түсті ұзын етіктер әлі күнге дейін өзекті. Сондықтан қыздар, суық күз бен көктемге ақ ұзын етік алып қойыңдар. 9-шісі ол бомбер. 2018 жылдан бері халық арасында танымал болып кеткен бомбер қайта сәнге енуде. Шынымды айтсам, мен өзім бомберлерді ұната бермеймін, алайда егер оларды сауатты түрде сәйкес киімдермен образды үйлестірсе, онда әрқайсысына да
әдемі көрінеді деген ойдамын. 10-шысы ол басқа тағатын орамал. Нақтырақ айтқанда ол жай ғана орамал емес, косынка деп аталатын бас киім түрі. 2020 жылда сәнқойлар арасында өз орнын тапқан тренд сіздің үйреншікті аутфиттеріңізді қызықты әрі сәндірек етеді. Келесісі ол түгелдей тері аутфит. Бұл да алдыңғы жылдардан бері келе жатқан тренд өзектілігін жоғалтпай отыр. Ерлерге де, қыздарға да келетін сән аспектісі. Үлкен, кең джинсы унисекс трендке айналуда. Қою көк немесе ашық көк джинсілер әр гардеробтың негізі. Ал олар кең болса, тіпті өзіңізді жайлы ғана емес, әрі сәнді сезіне аласыз. Эстетикалық тұрғыда да образды ерекшелей түседі. Келесі неон және де қышқыл, яғни қанық түстер. Бұл тренд сезонға 2017-18 жылдардан сенімді түрде оралып отыр. Алайда абай болыңыздар, бұндай қауіпті түстермен жұмыс жасаған қиын. Алайда бір түсті, яғни монохромды аутфиттерге ерекше бір изюминка ретінде қолдана беруге болады. 14-шісі ол пастельді, нәзік түсті образдар. Негізінде маған бұл тренд қатты ұнайды, эстетично көрінеді. Тек әйелдер үшін ғана емес, ерлер сәнінде де өте өзекті тақырып. 18. Гүлді өрнек. Нағыз көктем мен жаздың белгісі гүлдер сіздің көйлектеріңізді де әшекейлеп тұрса керемет. Алайда, менің өзіме гүлді өрнектер келе бермейді, себебі менің келбетім оған жарамайды. Сондықтан образ таңдағанда да өз ерекшеліктеріңізге назар аударған жөн. 19. Бермуда шолақ шалбары немесе шорты бермуды. Өте сәнді кең шолақ шалбарды ер және әйел гардеробынан да табуға болады. Жазғы ыстық күндері образдарыңызды сәнді әрі жеңіл етуге дайын тұр. Бұл менің дайындаған 2021 жылғы трендтердің соңы. Алайда әрине де ондай жаңалықтар және енген сән түрлері әлі көп. Ал қазір мен сіздерге бір ескертпе айтқым келіп отыр. Әсіресе бұл қыздарға арналады. Өзімнің байқауым бойынша көптеген магазиндерде немесе бутиктерде ерлер бөлімінде көптеген трикотаж заттар, кардиган немесе худи, сонымен қатар жейделердің сапасы жағынан әйелдердікіне қарағанда жоғарырақ, яғни жақсырақ болып келеді, тіпті бағасы да арзан. Сондықтан менің өзім ерлер бөлімнен көптеп киімдерді сатып аламын. Сіздерге де қыздар кейде осындай магазиндерде ерлер бөлімнен заттарды сатып алуды немесе жай ғана қарап көруді ұсынамын. Сау болыңыздар. Менің сіздерге кішкене болса да көмегім тиді деп ойлаймын, деп сенемін. Және де осы жаңа жылда зор денсаулық тілеймін. 2021 жыл сәтті әрі нәтижелі өтсін.